Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода сіздерге осындай YouTube каналда видеоңыздың обложкасын қалай осылай әдемі етіп жасауға болады, сол туралы айтатын боламын. Егер де сіз осындай обложка жасайтын болсаңыз, біріншіден сіз видеоға қызығушылық танытасыз. Екіншіден, сіздің осындай каналыңыз әдемі безендірілген болса, YouTube канал, YouTube платформасы сізді өздері алға қарай жылжытатын болады. Ол үшін бізге Canva деген осындай приложение қажет болады. Кірген уақытта осындай бет ашылады. Осы жерден баннер YouTube дегенді таңдаймыз. Стиль деген жерге кіріп, өзімізге қажетті стильді таңдаймыз. Мысалы, мен YouTube деймін да применить деймін. И тема таңдаймыз. Сізге қандай тақырыпта тема керек? Просмотреть побольше деп бассаңыз, осындай түрлері ашылады. Именно өзіңізге қажетті түрін таңдап алыңыз. Мысалы, мен новинка деп аламын да, применить деймін. Сол кезде осындай бет ашылады. Платно дегенді қолдана алмайсыз. Ал мына жерде платно деген жазуы жоқ түрлерін таңдап, өзіңізге қажетті қылып өзгертіп алсаңыз болады. Және де яркий түрлерін таңдаймыз. Осы түрін таңдаймыз. Жаңағы баннер осындай болып ашылды. Мына жазудың үстінен бассаңыз, править дегенді басасыз, өшіресіз, өзіңіздің қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Келесі кезекте осылай жылжытып қойып, мынаны өшіруге болады. Мына тұрған корзинаны басып, плюс батырмасын басып, элементті қоссаңыз болады. Кез келген нәрсені жазсаңыз, ол сізге тауып береді. Галереяға кіріп, өзіңізге қажетті суретті таңдап қойсаңыз болады. Және текст добавить ететін болсаңыз, осы жерден текст деген қатары шығады. Мінекей, осы жерден текстті табамызда, добавить под заголовок деп таңдап, править деп осылай жазуды жазасыз. Келесі кезекте шрифт деген жерге кіріп, өзіңізге ұнаған шрифтті таңдайсыз, X-ті басасыз. Размерге кіріп, оны үлкейтсеңіз болады. Егер мына үлкейткен сізге ұнамаса, мына бұрышта тұрған точканы басып, үлкейтсеңіз болады тағы да. Цвет кіреміз, өзімізге қажетті түсті таңдаймыз. Формат, курсив, бәрін үлкейтеді, кішірейтеді. Интервалға кіріп, межбуквенный интервал, әріптердің арасында қашықтық үлкейтесіз, ал мына жерде сөйлемдердің арасында қашықтықты үлкейтесіз. Болды. Осылай жасасаңыз болады. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, қолдап кетуіңізді сұраймын. Сау болыңыз.